Келесі кезекте шырайлы Шымкент өңірі. Шымкент қаласының әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығынан келген Ләззат ханым дәстүріміздің біз біле бермейтін қыр-сырларымен таныстырады. Бірақ мысал алатын болсақ, мынау кіреберіс есігіміз. Келген адам иіліп, сәлем беріп кіреді, және де келгенде кірген кезде ең бірінші көзге түсетіні адал бақан. Үш буыннан. Жоғары жағына ер кісілер киімілген, ортасына әйел кісілер киімілген, төменгі жағына балалар киімілген. Және де кірген адам кірген кезде жоғары жақта осы үй егесінің бас киімі тұрса, үй егесі барлығын білдірген. Ал егер үй егесінің бас киімі жоқ болса, бұл үйде жалғыз баста ана тұрады деп білген. Сол себептен баса көктеп кіруге болмайды деп, келген ізімен қайтып шығып кетіп отырған. Бала киімі ілінбеген болса, бұл үйдің бала шағасы жоқ дегенді білдірген. Сол себептен бала шаға туралы қозғап, сұрап, үй егелерінің көңіліне тимеген. Бесікті қазіргі таңда көбісі нағашы жұрты әкеледі дейді. Бесікті негізінде нағашы жұрты әкелмейді. Әке жатқан бесікке бала, бала жатқан бесікке немере, немере жатқан бесікке шөбере жатады. Өйткені бесіктің сүйегі деп сөйлейміз. Ал нағашы жұрты болса, киім кешектерін әкеп беретін болған. Ал енді бесік ескірген жағдайда жай ғана май тамызып, немесе ағарған тамызып, таза жерде өртеп, және де күлін бәрін теріп алып, талдың түбіне апарып көметін болған. Ол ұрпағым өсіп, өніп, осы талдың жапырағындай болып көбейіп кетсін деген. Ал енді бесік ескірмей, уже балдардың бәрі өсіп кетсе, жай ғана бесікті ақ матаға орап, уықтардың төбеге, шаңыраққа уықтың төбесіне байлап қоятын болған. Қызды он босаға отырғызып, көрпелерін құрақ көрпе қылып, қызым құралып үй болсын деген мақсатта жасауын осы 10 босағадан бастап дайындаған. 12 жаста 10 босағаға отырғызған қыз баласын. Саукелеге қарап, негізінде қыздың қалың малын берген. Және де осы саукеленің құны кей кездерде 500 жылқы 500 түйеге дейін барған. Өйткені бұл қыздың 3 ғұмырлық өмірін көрсетеді деген. Және айта кететін жайт, саукелені қыз үйінің босағасын аттап шығып бара жатқанда ғана киюге рұқсат болған, бір рет киетін болған өмірінде. Өйткені босағасын аттап үйінен шығып, қыз сыңсу айтатын болған. Ал енді саукелені кигізген кезде қыз өз үйінде өлдіге саналған. Қайын жұртына барғаннан кейін, беті ашылғаннан кейін қызға қайта жан бітті деп өлтірі аруақтарға арнап ас беретін болған. Сол себептен саукелені қыз баласы өмірінде бір рет киеді дейді. Қызыл түс жылулықтың белгісі болған. Иә, көп қосқан. Қант қызыл ғой, байқасаңыздар. Ал жасыл түсті пайдалану себебі өсіп, өніп, ұрпағымыз жалғассын деген. Ал енді қошқар мүйіз негізі қазақ халқының нағыз байлықтың, бақуаттылықтың символы болған. Сол себептен көп жерде заттарымыздың көбісіне қошқар мүйізді пайдаланып отырған. Шаңырағымыз биік болсын, керегеніміз кем болсын, босағамыз берік болсын деп бізде қазақ халқы айтып қалдырған. Және де басқұрларымыз осы басы құралып, үйіміздің ішіндегі мүшелеріміздің басы құрала берсін деген мағынада басқұрларды жан жағына байлап отырған.